Башыңызға сәлем, қайырлы күн, қалайсыздар? Және де бүгінгі менің видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен бумажный сюрприздер ашатын боламын. Және де бүгінгі біздің распаковкамызда бір жаңа коллекция, ол бізде Hello Kitty стикерлері деп аталады. Осындай пакетиктеріміз бар. Әрқайсысын бөлек-бөлек көрсетейін. Және де қарапайым открывашка күнделікті. Сол, осындай пакетиктер. Міне, осындай пакетиктеріміз бар. Бұл жерде 3, 6, 10 пакетигіміз бар екен. Давайте бүгін бірден таңдап кетейік. Бұл жерден... Давайте осы соңғысын алайық. Осындай ерекше. Бұндай пакетик менде болмаған. Вот. Таңдадық бұл жаңа коллекциямызды. Бұл жаңа коллекциялар ұнайды деген ойдамын. Яғни бұл коллекцияда бізде Hello Kitty стикерлер түсетін болады. Hello Kitty білет шығарсыздар. Соның түрлі стикерлер түседі, короче. Алдыңғы видеоның новинкасы балалық шақтағы тәттілер деп аталады. Бұл жерден давайте осындай BTS пен алайық. Қазіргі таңда барлық балалардың типа кумирі болып жатқан BTS маған ұнамайды. Кезінде бірақ карантин кезінде не болды ғой, армия болды ғой, бірақ маған ұнамайды. Но вроде бы Чонгук или Тахён деген біреу. Сол. Мен де подписчиктерім арасында біреу BTS ұнатар деп салғам. Так ұнамайды. Так, собери сумку в отпуск. Бұл жерден давайте осындай алайық. Пианино. Так, обложка на ноутбука. Бұл жерден осындай 4 пакетигіміз бар. Және де осындай ноутбуктарымыз бар. 4 ноутбук, 4 мынандай пакетик. Бүгін осындайды ерекше типа эстетиканы алайық. Типа. Так, белые мышки. Алдың медведь. Алдың видеоларда постоянно осындай қарапайым пакетиктерін аламын ғой мен. Бұл жолы мен фигурный пакетиктерден осыны алғым келіп тұр. Осындай түр әбіршіп кеткен. Так, кармашка коллекциясы. Бұл жерден осындай пакетикті алайық. Флешка коллекциясынан осындай смайлікті алайық. Приготов коллекциясынан алдың видеодан йогурт алғым келген. Йогурт алайық. Және де авокадо стикерлері. Бұл жерден менен осындай бір пакетик сұраған, жүрек ұстап тұрған деп. Давайте осы пакетикті алайық. Және де өкінішке орай біз бірден 3 коллекцияны аяқтаймыз. Ол бізде арзан және қымбат, трендовые вещи және де милые животные деп аталады. Кешірім сұраймын. Біз осы 2 коллекцияны бітірудің арқасында мына каталогымызбен мәңгілікке қоштасамыз десене. Короче, бұл каталогда 2 коллекция. Міне осы 2 коллекция. Осы 2 коллекцияны бітірумен қоса осы каталогымызды да бітіреміз. Жаль. Милые животные. Ең бірінші. Міне бізде бүгін андай освещение жаман болып тұр. Кешірім сұраймын, ол үшін себебі погода бүгін страшно болып тұр, білмеймін, бір түрлі болып тұр. Екінші бет және үшінші бет. Бірінші бетте номері 3 стикер түсу керек. Бүгін көреміз, сондай стикер түсем екен. Ашылмай отыр ғой. Бізге сондай панда түсті. Пандамет. Сондай, білмесе, короче. Номер 3 дұрыс береді. Міне. Келесі арзан және қымбат нәрсе номері 1 түсу керек. Және де бізде сондай арзан туғи, қымбат туғи, арзан сағыз, арзан
тағы да сағыз, турба, хуба буба, осындай витаминдер, Skittles, Lay's арзан, және де қымбат Pringles, және де арзан фломастер, және де қымбат маркер. Бүгін бізге арзан мороженое түсу керек. Қандай мороженое түседі деп ойлайсыздар? Әрине, осындай қарапайым 100 теңге, 120 теңгенің мороженое. Так, номері 1 дұрыс. Осындай. Әрине, ақшам болса, мынандай да алуға болады. Бірақ ақшам болмай экономдағың келсе, осындай да алуға болады. Бірде 1000 теңге мынандайын алғанша, 10 күн 100 теңгенің осындай мороженое жеп жүрген жақсы ғой. Так, болды, бұл каталогымызбен қоштасамыз. Өкінішке орай бұл каталогты бітірдік. Маған басында ұнаған жоқ, бірақ қимай тұрмын. Өкінішті. Және де біздің новый каталогымыз, енді новый емес, тұрақты каталогымыз болып кетеді енді уже. Трендовые вещи, осындай коллекциямыз. Бүгін аяқтаймыз, өкінішке орай. Так, мен осылай етіп жасағам. Ең бізге осындай колечки түсті, яғни сақиналар бисерден жасалған. Жаман хит болды ғой, білесіздер ма? Хит емес, хит. Тренд болды, короче. Міне. Осындай сумка трендовый, сирен, осындай гүл, бента торт, тақия, финики в шоколаде, клубника в шоколаде, красная нитка, вальс, цепочка, маклюбе, және де сақина. Бұл жерден қазір мәнін жоғалтпаған нау, осы екеуі шығар, осы үшеу. Білмеймін. Вот. Так, келесі флешка коллекциямыз. Бұл жерден осындай пакетик ерекшеленіп тұрған. Ашайық. Керемет. Фейл. Номері 3. Осы жерге бізге осындай макарон бейнесіндегі флешка түскен болатын. Осындай флешка, короче. Өте қанық түсі. Келесі белый медведь. Бүгінгі пакетигіміз осындай фигурный пакетик. Қайда? Міне осындай пакетик. Ашайық. Так, бізге осындай стикер түсті, телефонның жабысып қалған. Қазіргі барлық жасөспірімдер, балалар, адамдар вообще телефонға әуес. Заман ағымына қарай қазіргі халықтың барлығы телефонға тәуелді. Бұл әрине шындық. Сосын мен салғым келді, короче. Өзімізді танылтқан шығармыз, да? Мысалы, өтірік емес, енді барлығы шындығына келсек, барлық адамда телефонға тәуелді ғой. Бір күн телефонсыз өмір сүре алмайды. Мысалы, мен, сіздер де телефонсыз өмір сүре алмайды шығарсыздар енді. Телефонсыз бүткіл әлемнен құр қалатындай. Келесі кармашки коллекциямыз. Бұл жерден біз осындай пакетті таңдаған болатынбыз. Алдан келесі видеода біз бұл коллекцияны өкінішке орай аяқтаймыз. Бүгін қандай кармашки түседі екен, бірге көрейік. Ашылып жатыр жартылай. Бізге осындай қыз түсті, қараңыздар, типа крутой, школьник түсті осындай. Школьница. Так, номер 8. Номері 8 осындай кармашки. Так, келесі собери сумка в отпуск. Алдыңғы видеода бізде
Алдыңғы видеода бізге осындай каталог түсті. Каталог түсті, иә. Бүгінгі видеода не түседі екен көреміз. Осындай пакетик. Бізге осындай кошелек, әмиян, осындай ақшамен. Әрине, бір жерге қыдыруға шыққанда, бір жерге шыққанда, короче, ақшасыз никак қой, шындығына келсек. Ақша болмаса, ешнәрсе қолымыздан келмейді. Сондықтан оны да суретін салдым. Бір жерге қыдырғанда басты нәрсеміздің бірі осындай әмиянға толы ақша. Так, келесі обложканы ноутбукі. Алдыңғы видеода бізге осындай түскен болатын, міне. Бүгін көрейік, қандай обложка түседі екен. Осындай пакетик, ашайық. Бізге осындай блесткалармен түсті, осындай мысық. Ашып көрейік. Ашайық, короче, нешінші нөмір екен. Номері 1. Яғни, осы жерге болу керек негізі мына стикеріміз, бірақ мына стикерді мына жерге жабыстырудың орнына мен мына жерге жабыстырып қойғам, ең бірінші видеода. Сол себепті мына жерге жабыстырамыз. Міне. Келесі, мына бетте дым жоқ, қараңдар. Приготов коллекциясы. Бүгін не түскен көреміз. Осындай йогурт. И бізге осындай картоп түсті. Осындай картоп. Піскен картоп және де піскен морков. Турау керек. Шекілі емес, пісіріп буға. Ол салатымыз не деп ойлайсыздар? Міне, кешірім сұраймын, және де приготов коллекциясына бізге піскен морков, піскен картоп, және де майонез, және де жұмыртқа түсу керек. Жұмыртқа саламыз, және де приготов коллекциясында мынау не дайында жатқанымыз шығады, 7-ші номердегі, және де мұндағы 2 продукты, ең маңызды продукты. Екеуін келесі видеода біреуін ашамыз, сол кезде қандай салат екені мәлім болады сіздерге, короче, бірден біліп аласыздар. Келесі авокадо стикерлері. Осындай пакетик. И бізге осындай стикер түсті. И так сойдет деген. Номері 1. Тағы да осы бетке түсті. Ой. Мына жерде тағы да бір бар. Керемет. Міне. Болды, келесі вкусняшка из детства. Яғни балалық шақтағы тәттілер. Алдыңғы видеода бізге лавис түскен болатын, сағыз. И бүгін қандай тәтті түсеткен көреміз. И бізге номері 3, осындай пятка дейтін леденец түсті. Яғни сондай бір кислый бір порошогы болады. Соны батырып жейтін чупа-чупс. Номер 3 мына жерге. Вот. Келесі ол бізде Hello Kitty стикерлері.
мен осындай қарапайым етіп сәндедім, себебі стикерлеріміз былайша айтқанда үлкенірек, сондықтан барлығы дайын болғаннан кейін барып сәндеймін. Бүгінгі пакетигіміз ерекше, ашайық. Так, ух ты, бізге осындай өте әдемі стикер түсті. Қараңыздар, өте прикол. Осындай Hello Kitty, качок, спортсмен. Ашайық наклейкамызды. Осы жерге жабыстырайық. Өте үлкен орын алады, бірақ өте әдемі. Міне, бүгінгі видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаған болса міндетті түрде арнама тіркеліп, лайктарыңызды аямай баса кетіңіздер. Келесі видеоға дейін кездескенше, всем пока, және де вопростарыңызды, сұрақтарыңызды жаза кетіңіздер.